Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз TikTok видеоларын ретке шығару, яғни қандай видео ретке шығады, қандай видео ретке шықпайды, жалпы ретке шығу жолдары. Негізінде TikTokта барлық видео ретке шығады, тек қана сондай бір ережемен жүрсеңіздер, кейбір нәрселерді ретке шықпайтын жолдарда жасамасаңыздар болды, сондай нәрселерді жасамасаңыздар, сіздің видеоларыңыз ретке шығады. Ол қандай видеолар? Біріншіден, басқа аккаунттан жүктелген видеолар ретке шықпайды. Мысалы, сіз басқа біреудің аккаунтынан көрдіңіз, Instagram болсын, TikTok болсын, басқа да YouTube болсын, жалпы солықтан сақтап алып, сіз өзіңіздің аккаунтыңызға салатын болсаңыз, ол ретке шықпайды. Екіншіден, TikToктың ережесін бұзатын видеолар. Әсіресе кішкентай балаларға қатысты, сондай кішкентай балаларды түсірмеуге тырысыңыздар, және де суық қарулар болмау керек, спирт нәрселер болмау керек, және де дұрыс форматта болу керек деген сияқты, 16:9 деген сияқты форматтар болмайды, бәрі де 9:16 деген форматта түсу керек деген сияқты. Сондай ережелері. Кейбір видеолар бірден ретке шықпайды, олар алдымен өзіміздің подписчикке көрінеді, сосын барып, ол бір күннен кейін шығуы мүмкін, немесе бір аптадан кейін, бір айдан кейін шығуы мүмкін, сөйтіп созылып кетуі мүмкін. Бірақ солай кейіндеу шығуы мүмкін, бірінші подписчикке көрінеді, сосын барып шығады деген сияқты. Негізінде осы ретке шығудың бір ережелері бар. Ол ережелер мынадай. Біріншісі жиілік, яғни кем дегенде 3 ай бойы күніне 3-5 видео салынып отыру керек. Әсіресе TikTok блогерлер солай жасап жатады. Негізінде әр видео негізі жеке-жеке есептеледі. Ол жерде мысалы 5 видео салсаңыз, оның 5-еуі де ретке шығып кетуі мүмкін. 5 видеоның 1-еуі ретке шығуы мүмкін деген сияқты. Оның барлығы сіздің каналыңыздың дамуына қатты әсер етеді. Екіншісі, күніне бір уақытта видео салу. Қазіргі таңда тұжырым бойынша кешкі сағат 17:00 мен 21:00 аралығында видео салынған дұрыс деп есептелінеді. Яғни тура бір 17:00 емес, 00 емес, жалпы бір кеткен уақыттан бастап алғашқы 15 кеткенге дейінгі аралықтарда видео салсаңыз, сол жақсы әсер етеді. Үшіншісі, видеоның сапасы және де эмоция. Яғни сіздің видеоңыздың сапасы өте жақсы болу керек. Камерамен немесе iPhone камерасымен түсірсеңіздер өте жақсы болады. Сол кезде ол да ретке шығуға қатты әсер етеді. Төртіншісі, жаңағы айтқандай, кішкентай балаларды түсірмей-ақ қойыңыздар. Яғни 13 жасқа дейінгі жас балаларды түсірмеген дұрыс. О түсетін болса да, оның қасына үлкен бір адам бірге түсу керек. Қайта-қайта кішкентай балаларды видеоға түсірмеңіздер деп жатқан себебім, өйткені кезінде мынандай нәрсе болған. Осындай тікелей эфирде кішкентай балалар өз-өздеріне қол жұмсап, сондай бір нәрселер жасаған, суицид жасап, содан кейін тікелей эфирде осындай жалпы кішкентай балалар, 13 жасқа дейінгі балаларды видеоға түсуге тыйым салып тастады, ал 16 жасқа дейінгі балаларды тікелей эфирге жалғыз кіруіне тыйым салып тастады. Сол үшін де, егер осындай нәрселерді сіздер бұзатын болсаңыздар, сіздердің аккаунттарыңызға бірден бан беріп тастайды. Мен де мысалы кеше өзім сондай нәрселерді примерно тексеріп көрдім, өзімнің аккаунтыма кішкентай балалардың суға түсіп жатқан несін түсіріп, соны бір салып көрші деп салып көрдім. Ешқандай да маған не келген жоқ, ескерту келген жоқ, бірден аккаунтымды жауып тастады. Дәл осындай нәрсеге сіздің де аккаунтыңыз душар болмасын десеңіз, осындай ережелерге сай жұмыс жасаңыздар. Видеоның қаралымы көп болып, соңына дейін көрген қаласаңыздар, онда мынандай нәрселерді жасаңыздар. Видеоның алғашқы 3 секунды назар аударылатындай болу керек. Өйткені видео алғаш 3 секунд көрілетін болса, ол дегеніміз видеоның соңына дейін көрді деген есеппен, және де басқа да аккаунттарға көрсету деген сондай нәрселер, алгоритм бар, сондай ережелер бар. Сол үшін де алғашқы 3 секундқа қатты мән беріп, назар аудартатындай бар эмоцияларыңызды қоссаңыздар да әйтеуір сол алғашқы 3 секундқа мән беріңіздер. Екіншісі, динамика, яғни музыка жақсы болып, мысалы эмоция беретін музыкаларды қосып, барынша трендтегі музыкаларды қосып, және де локация ауысып тұратын болса, адамдар ауысып тұратын болса, сондай картиналар ауысып тұратын болса, сондай нәрселерді көп қосыңыздар. Ол да бір видеоның соңына дейін көруге апарады. Үшіншісі, роликтің ұзақтығы, яғни 30 секундқа дейінгі видеолар болса жақсы болады. Ана жерде 3 минутқа дейін видеолар сияды екен деп оны созып, аяғына дейін өйтіп отқанша, одан лажы болса қысқа қылып түсіргендерің жақсы. Енді алғаш бастап жатқан болсаңыздар, барынша қысқа 15 секунд болса тіпті жақсы, неғұрлым қысқа болған сайын соғұрлым жақсы болады. Төртіншісі бізде интрига, яғни видеоның соңына дейін интрига ұстап отырсаңыздар, видеоның соңына дейін көретін болады. Бесіншісі, күтпеген концовка, яғни видеоның соңында бір қызықты нәрсемен бітіріп,
келесі видеоны күтетіндей немесе каналға тіркелетіндей бір әрекеттерге шақырсаңыздар, ол да жақсы нәтиже береді. Және алтыншысы, статистикамен үнемі жұмыс жасап отыру керек. Ол дегеніміз общий аккаунттың статистикасы және де видеоның статистикасы. Ана видео деген кірсеңіздер, сол жерде жеке өзінің статистикасы бар. Сол жерден сіздер видеоның статистикасын көріп, басқа да видеолардың статистикасын барлығын бір-бірімен салыстырып, қандай видео өтеді, қандай видео өтпейді, сол сияқты сізде соған қарай икемделіп видео түсіретін боласыздар. Охватыңызды көтергіңіз келетін болса, сіз мынандай нәрселерді жасаңыз. Яғни өзіңіздің достарыңызға, яғни өзіңіздің оқырмандарыңызға өтінсеңіз болады. Яғни лайк басуды, комментарий жазуды, сақтап алуды, репост жасауды өтініңіздер. Олар охватты көтеруге қатты әсер етеді. Әсіресе репост. Мысалы, репостпен сіз басқа WhatsApp желісіне, Instagramға, басқа нелерге жіберсеңіздер, ол деген охватын қатты өсіретін болады. Және де басқа адамдарға өзіңізге подписка жасату, дуэт түсіру, мысалы өзге адамдармен дуэт түсіріп, коллаборация дейді, сондай нәрселер жасасаңыздар, ол да сіздің охватыңызды қатты көтереді. Және де трендтегі видеоларға видео түсіру, ол да сіздің охватыңызға қатты әсер етеді. Мен барлығын жасадым, бірақ нәтиже шықпай жатыр десеңіздер, онда сіздердің бір жеріңізден қате кетіп жатыр. Яғни сізде мүмкін видеоңыздың сапасы нашар болуы мүмкін, мүмкін сіз аз видео салып жатқан шығарсыз, мүмкін сіз строго өтіп кеткен трендтерді қайталап жатқан шығарсыз. Бұрында бір тренд болып қалған нәрселерді қайталасаңыз да, ол да рекке шығармайды, сіздің неңізді өсірмейді. Одан да жаңадан шыққан видеоларды жасаңыз. Трендтің максимум тренд болатын уақыты бір апта, 2 апта ғана. Одан асып кетсе уже тренд емес. Сол үшін де лаж болса жылдам енді шыққан дүниелерге ұмтылыңыздар. Одан кейінгі формат дұрыс емес болуы мүмкін. Мүмкін сіздің формат 16:9 форматта түсіріп қойсаңыз, немесе 1:1 формат, оның өзі де қатты әсер етеді. Сол үшін де лаж болса толық экранмен 9:16 деген сторис формат болады ғой, сол форматпен түсіріңіздер. Мүмкін сіздің тақырыбыңыз қызықсыз шығар, мүмкін сізде сенімділік жоқ шығар, мүмкін сіз әртүрлі видеоларды бір араластырып салып жатқан шығарсыз. Мысалы, әнді, биді, күйді, бизнесті тығып тастадыңыз, оған бәрін араластырып салып жатқан шығарсыз. Оған ондай нәрселер болмайды TikTokқа. Басынан бастап айтып жатқаным сол, бір ғана бағытты ұстаңыздар дегенім сол. Ондай нәрселер өзіңізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Мінекей біз видеоның соңына жеттік. Сіздерге барлығы да түсінікті деп ойлаймын. Егер де осы ережелермен жүргізетін болсаңыздар, сіздердің видеоларыңыз рекке шығады, сіздердің каналдарыңыз қарқынды, тез дамитын болады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Маған мотивация ретінде келесі видеолардың тез шығуы үшін де комментарийға әдемі бір сөздеріңізді, жылы лебіздеріңізді жазып қойсаңыздар, мен оны көріп қуанып, сұрақтарыңыз болса да сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал олай болса, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.